Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге бауыр ауруларының алғашқы белгілерімен бөлісетін боламын. Бауыр дегеніміз адам ағзасына ең маңызды дене мүшеміздің бірі болып табылады. Бауыр ағзадағы ас қорытуға және токсиндерді шығаруға көмектеседі. Бауыр ауруы оң жақ қабырға астының ауырсынуы болып басталады. Ондай жағдайда сезсеңіздер бірден гастроэнтеролог, гепатолог немесе терапевтке жүгінгендеріңіз жөн. Бауыр ауруларының үш белгілері қолайсыздық, сарғаю, ауырсыну болып табылады. Бауыр ауруларының алғашқы белгілері әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасыз немесе себепсіз арықтау, бұлшық еттердің бастың ауруы, іш ауруы, іштің үлкеюі, аяқтың төменгі жағының ісуі, тәбеттің нашарлауы, бастың айналуы, белгісіз себептермен қолда, аяқта, иықта дененің қышуы және де терінің және көз айналасының сарғаюы болып табылады. Осындай белгілер дәл сізде болатын болса, бірден дәрігерге жүгінгеніңіз жөн. АЛТ, АСТ қажет болған жағдайда МРТ, биопсия анализдерін береді. Егер сіздің бауырыңыз ауыратын болса, алкогольдік ішімдікті, темекіні доғарған дұрыс. Денсаулықтарыңыз өздеріңіздің қолдарыңызда. Менің пайдалы ақпараттың кәделеріңізге жараса, лайк басып, тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған келіндеріңіз Әмина.